Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Эврика дүкен терезесінен өз бейнесін көрді, себебі әйнек жарықты шағылдырады. Ол тағы да өз бейнесін мына заттардан көре алады. Айнадан, тынық тегіс судан, жылтыр металл беттерден қасық, таба, телефон немесе экран өшірулі кезде. Бұл заттардың ұқсастығы. Барлығының беті тегіс және жылтыр болады. Олар жарықты шағылдырады, сондықтан адамның бейнесі көрінеді. Қандай заттармен сәуле түсіруге болады? Айна, жылтыр металл, қасық, таба, фольга, алюминий қағаз, телефонның немесе планшеттің жылтыр экраны. Айнаны немен алмастыруға болады? Айнаның орнына жарықты жақсы шағылдыратын кез келген жылтыр, тегіс затты қолдануға болады, мысалы, қасық немесе фольга. Парақтың көмегімен қабырғаға сәуле түсіруге бола ма? Жоқ, болмайды. Себебі қағаздың беті тегіс емес және жылтыр емес, ол жарықты шағылдырмайды, тек сіңіреді немесе шашыратады. Адам жарықтың шағылуын қалай пайдаланады? Адамдар жарықтың шағылуын айна арқылы өзін көру үшін, көліктің айнасында арттағы жолды бақылау үшін, жол белгілерін түнде жақсы көру үшін, қауіпсіздік киімдерінде жарық шағылыстырғыш жолақтар, велосипедтің артқы шағылыстырғыштарында, телескоп, перископ сияқты құралдарда пайдаланады. Айнадағы мәтінді оқу үшін екінші айнаны қолдану керек. Бірінші айнада мәтін кері көрінеді, сондықтан оны оқу қиын болады. Ал екінші айнаны дұрыс орналастырса, жарық қайта шағылып, мәтін қалыпты түрде көрінеді. Бұл жарықтың шағылу қасиетінің нәтижесі. Осылайша айна арқылы кері жазылған мәтінді оқуға болады. Қыста тауда адамдар күннен қорғайтын көзілдірік киеді, себебі қар күн сәулесін қатты шағылдырады. Бұл көзді ауыртады және зақымдауы мүмкін. Мұндай көзілдірік жазда теңіз жағасында, шөлде, күн қатты жарқырағанда да қажет. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.